Армысыздар, ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға алғаш рет келіп отырсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Ана жерде подписаться деген кнопка бар, соны басасаңыз үлкен маған бір күш қуат береді, яғни осындай видеолар түсіруіме өз септігін тигізеді. Сонымен достар, бүгінгі тақырыпта сіздерге мына МПФ-тің немесе шектік сомадан асқан қаражатқа, яғни пенсионкадағы ақшаға кімдерден баспана сатып алуға болмайды. Соңғы заңдардың өзгеруіне байланысты осы видеоны сіздерге түсіруге тура келді. Себебі алдыңғы видеоларда кішкене басқалай еді. Енді қараңыздар, ескерту, яғни пенсионканың ақшасына өзіңіздің және жұбайыңыздың жақын туыстарынан баспана немесе пәтер алуға болмайды. Бұл соңғы заңдардың өзгеруіне байланысты. Яғни зайыбы, жұбайы жақын туыстарынан алуға болмайды. Жақын туыстарға кімдер жатады? Құрметті достар, ата, әже, әке, ана, ағалы інілер, әпкелі сіңлілер және қарындастарыңыз және балаларыңыз, сонымен қатар асырап алынғандар, асырап алушылар, яғни мынау сіздердің жақын туыстарыңыз болып саналады Қазақстан Республикасының отбасы заңына байланысты. Туғандар, яғни дәл осы сіздің күйеуіңіздің немесе әйеліңіздің дәл осындай жақын туыстарынан МПФ-тің ақшасын қолданып баспана сатып алуға болмайды. Ал жаңа двоюродный, троюродный ол кісілерден болады. Міне, құрметті достар, бүгінгі тақырып осы. Яғни шатаспаңыздар, соңғы заң өзгергеніне байланысты осындай видео түсіруге тура келді. Біліп жүріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.